Бақыт құсаң алып ұшты ертеңіне. Ошағыма гүл толтырған, өміріме нұр толтырған, талды қорған, талды қорған, талды қорған. Жас жүрекке сыр толтырған, көңіліме жыр толтырған, талды қорған, талды қорған, талды қорған. Асқақ арман ой шалқытып жастығыма, жетелейді көңілімді асыл жырға. Сүйенемін, тебіренем, қуат алам, буырқанған қара талдың тастынынан. Құшағыма гүл толтырған, өміріме нұр толтырған, талды қорған, талды қорған, талды қорған. Жас жүрекке сыр толтырған, көңіліме жыр толтырған, талды қорған, талды қорған, талды қорған. Желбіретіп ата туын тіктің елім. Тағзым келіп тұрмыз сыр елі өзіңізге, қасиетті баба жатқан жерімізге. Орныңнан бір аунашы төлек ата, келді ұрпағың тағзым етіп бас июге. Сырыңды аш, сырлы өзен, сырдария, тағы қандай құпияң бар тұнығыңда. Төрт түліктің ұрпағың қарсы ал бүгін, күрішті ел, ырысты ел Қызылорда. Жеріңнен айналайын жаңа қорған, қойнауың сыр шертеді тарихымнан. Ұрпағыңа сая болсын деген оймен, өсіруге бел будық жаңа орман. Ұрандатып кеп қалдық қаптағайлап, желбіреген қолымызда бақанды байрақ. Адасқан ұрпағыңды жөнге салар, қайда баба жол көрсетер аса таяқ. Mına yerden kirip ана жерден айналап кіретін объезд болады. Мына жақтан келген адам айналып кіретін объезд болады. Жақсы oldu. Мына текстерді көрдің бе? Иә. Дұрыс болды. Мына. Келгенде мына жерде мынау қасымыз тұрған жерде біз ескерткішке жарты береміз. Босама көңіл босамай, топырағыңнан Assalamualaikum ağa. Sensin tuğan jер, şaraqta жүрген жалғыз адам.
Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы рахмет. Ақтөбе дамасын кетіңіз ба? Бақуатты барсыз ба? Ассалаумағалейкум. Ананы сенсіз ба? Өте дұрыс. Öteşidekilerim töşelidekilerim. Ana Mahsustağa Gelebe boğrularımızın oy buna. Assalamualaikum. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Содан қайтарда дағы рахметін айтып сөйтіп кетіп жүреді. Сол бір суретті маған әкеп береді. Әкеп бергенде
Мынаның үстінде бір фигуралар бар еді. Осы бірінші келгендер ойларыңа түсіріңдер. Сегіз барыс бар еді. Тесіктерде тұр, кішкентай. Соған ортасына несін кіргізіп, осы қатырамызың, сол кілеттен қатпай қалды да, ортасына сіз айтқан. Сегіз барыс. Сегіз барыс сол қонысбек алып кетті, сол баласында 2 метр мен үйінде Міне. сегіз барыс бар. Осы менен өте жақсы көрді. Ана жерден түсірген суды өте жақсы көрді. Сол менің естуім бойынша, сол Ақсуатты музейінде деп естідім. Өзі сол музейдің басында. Музейдің директоры болды ғой Ақсуатты. Құда түсек онда. Сол айтып құлақтарында жүрсін деген сөз ғой. Айтып документті алдырайық деген сол кезде оны қазір біреуден не қояды. Енді айтып осылай берсе жақсы дегендер жоқ. Біраз документтер сол Елімізге саулық берсін. Ертеңгі берілетін ас қабыл болсын. Барлық жақсылықтардың куәсі болайық. Бүгінде міне көптен күткен бұлдар мына Садыр ағамыздың қолынан таңбаны тапсырып алған. Содан бүгінде міне мереге келіп жеттік. Алла қосса ертең үлкен ас болады. Соның алдындағы мына қонақасында келгендеріңізге, адамдарыңызға гүл бітсін. Денсаулықтарың мықты болсын. Сіздерге үлкен рахмет. Қолдау беріп жатсыздар, қолдау жасап жатсыздар, келіп жатсыздар, ниеттеріңізді білдіріп жатсыздар. Үлкен сізге рахмет. Енді қазір енді Нәлібай аға, сіз өзіңіз басқарып кетсеңіз, осы дастарханды. Ағам ол тамада ғой, зебейді. Құрметті ағайындар, мынау ниет қабыл болсын дейік. Бірінші, мынау болатынымыз осы мен 3-ші рет осы баланың басында ас бергелі отыр. Алғашқы ас бергеннен кейін осы жаңа қарандық бір інімізбен қосылып тағы бір ас берді. Содан жаңағы көкпар беріп бата алды. Сол батасының арқасында ұлы 13 жыл жасқа келіп отыр. Сол былтыр біз Астанаға береміз деп отқанда мен өзім жеке өзім өткізем деп алған еді. Балам 13-ке толғанын 3 жыл жасын осы тағы да бір қататам деген ниетті өткізіп отыр. Енді осы жерде ертең сөйлейтіндерге сөз жоқ енді. Бүгін ертең бола алмайтындарға, сосын енді басқа да жаңағы жастау үлкен кісілер сөйлейді ғой. Сол кісілерге сөз берсек деп жатыр енді, рұқсат болса. Мына Көпей ағамыз қазір жол жүргелі отыр. Сондықтан осы кісі бірінші сөз сізге берсем деп отыр. Ағам ертең ашады ол кісі. Сол өзі шаршап келіп отқан адамды қинамасаңызшы. Мұқа. Мен сөйледім деп қайтып кетіп қалуы мүмкін. Маған зорға ұстап отырыз. Ал енді үлкенді ағалар, кішілерді, өнілерді мен бәріміз бауырымызсыңдар, бауырымызбыз бір-бірімізге. Жаңа құшақтасып жатқанда бір иісі бөлек, жақсы бір әлгі француздың иісін
иіс сулар болады ғой, сол сияқты сондай ләззат алдым, әрқайсыңызды құшақтап керемет энергия алып тұрмын қазір, бір қуат керек. Себебі жас кезімізде әлгі қыдырып жүрген уақытта айтады, Құдай берейін десе форчикадан да береді деп. Сол сияқты бүгін мына жерде Шалқия деген кен байыту фабрикасын саламыз деп, сол 365 миллион теңгеге долларға шығатын үлкен бір жоба болады. Сосын мына бабалар жатқан жерге ол да Құдайдың берген, ана жер қойнауына берген байлығы, мына жердің азаматтары еңбек етсін, осы жердің жұмыс табылсын деген шығар. Соның бір үлкен жиналысы болғаннан кейін соны осы бүгінгі күнге ауыстырғызып едім. Себебі осында жарты сағат болса да, тіпті отырмасам да көріп құшақтап әрқырта кетіп қалсам, ол менің өзімнің Алланың алдында, ата-ананың алдында жасаған үлкен парызым. Себебі менің сіздердің әрқайсыңыз мына жұдырықтай мына жүректе үлкен орын алатын кісілер сіздер. Оның үстіне мына Болат бауырым енді сол бір қалада тұрамыз. Бұл өзі көпшіл, бұл жан жағына әр уақытта жанашырлық жасап жүретін, жан жағына адамгершілік пен азаматтықтың үлгісін көрсетіп жүретін үлкен азамат. Жаңа Нәлібай айтпақшы, мына ол деген мүшеден шығып жатыр. Ол да бір үлкен кісілерден батасы болсын, осы мына дастарханның басында көп жақсы тілектер айтылатын шығар. Сол баламыз ертең бақытты болсын. Сол баланың ертең үлкен алдағы мүшелерінде үлкен қуаныштарының куәгері болсын. Осындағы баталардың бәрі қабыл болсын деп мен айналайын. Болат, саған өте қатты ризамын, осындай бір сенің азаматтығың үлкен. Шуадан Төрегелді Шарма бір интервью беріп жатып, кім немен мақтанады деген бір әңгіме болған. Сонда француздар иіссумен мақтанады, ағылшындар экономикасымен мақтанады, гректер тарихымен мақтанады, түріктер тағырдемесімен мақтанады, қазақтар немен мақтанады десе, адамгершілігімен деп айтады. Адамгершіліктің ішінде бар жақсылық кіреді. Сондықтан да сіздердің мына бүгінгі келген мына қадам бәріңізге сауапқа жалсын. Келген сапарларыңыз оң болсын. Әрқайсыңыздың, тек қана сіздер емес, сіздердің бауырларыңыздың, ағайын туыстарыңыздың алдарына қойған мақсаттары орындалып, еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсы бір өркениетті елдің азаматтары болып ұрпақ өссін. Соның қызықтарын біз көрейік үлкендер. Ал енді бүгінгі беріп атқан мына ниет болады, қабыл болсын. Бір ұлың емес, өзің де аман бол, ұлың да, әулетің де бәрі жақсылықтың көгері болсын. Мына дастархан берекелі болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген. Сондықтан да мына ағаларымды көріп, енді мынадай себеппен қазір жолға жүретін болғаннан кейін алдына түсіп жатырмын, айтқа бұйырмасыздар. Сіздер барда біз деген кішкене бала болғымыз келеді. Бала болмасақ та жас болғымыз келеді. Сондықтан да жаңа мақаммен келетқанда айтқан кішкене жүре тұрыңыздар. Біз енді ана 80-90-ға келейік, содан кейін барып көрек ойланайық. Сол секілді сіздерге амандық тілейміз. Бәріңізге де мынау ойдан, қырдан, ана елдің әр жерден келіп жатсыздар. Сол елге сәлем айтыңыздар. Сол жақта жүрген бауырларға амандық тілеңіздер. Мен өзім басым дейіп тұрып, барлығына амандық тілеймін. Ал енді кездесе қалатын болсақ, осындай бір жақсы дастарханда кездесуге Алла нәсіп етсін. Ағамыз өз белгілі азамат қой бұл кісіде. Министр жазғанда әкім болған, одан министр болған, одан енді парламентте істеген бұл кісі. Қазір енді жаңа директор советінде Болат. Шахан жауайында. Önünüzden yetiyor vereceğiz. Ertesine katılmayın. Yok, siz yol жүріп баратсыз. Мына ақсақалдардың бәрі шапаны бар ертең. Мынанда түнде шықсаң, машиналар қашады. Генералдың есі бар şimdi. Астынан көрдің бе, генерал боласың. Жол жүрем бүгін, қағыда бүгін жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім елде елшірер. Ауылдың сұбы, ауылдың нобы аңсатты, күйбің тірліктің дүрбең шулары шәршәтті. Айде! Ауылға барам, бәрі су бос ел жақтай, аңқылдай долар
балам жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды, танасам дашам тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерде азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақтай, аңқылдай долар қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бабырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бабырым жайлы жыр жазам, сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа. Осы жерде ең үлкен Заманғазыға, оны жаңа өзі үлкен адамдарға ас келгенде сөз береді да. Сол Заманғазыға аға, сіз білмедіңіз інілерім сөйлеп отқанға. Сізге жаңа үлкен қазақтың асы келгенде береміз. Ал енді қазір мынарда Астанамыз Алматыдан Айдар келіп отыр. Сол Айдар інімізге берсек деп жатырмыз. Сосын қасында Даутхан Қостанайдан деп отыр. Осы ұзақтан келгенде бір беріп қойсақ деп жатырмын. Сосын дүние жүзіне әйгілі Мұрат деген регбиші ініміз бар. Ол партияда 20 жыл ойнап келген әлемге әйгілі ініміз осы үшеуіне берсем деп отыр. Соған дейін тамақ келетін шығар, сенде тамақ келетін шығар айтты. Дайынбыз, тарта берейін бе? Әділі беріңіз. Достар, бәртеңізге ассалаумағалейкум дейміз. Жаңа аға жақсылап бәрін Нәлбай аға жақсылап айтып жатыр. Бәріміздің көңіліміз жоғары көтеріліп, осылай бауырлар жиналған жерге жаңа энергиялық деген несетін мына жерге энергия алып кетеміз. Нәлбай аға сізге көп рахмет сөз бергеніңізге. Ағаларды көріп, Наманғазы аға, Мақсұт ағаны бәрін көріп қуанып жүрміз бәріміз. Жаңа жақсы айтасыз, алдымызда жүре берсін ағаларымыз. Біз наоборот жолдардың арт жағынан жүріп деген секілді. Ағаларымыз ойнап, осылай қалжыңдап, алдымызда жүре бергенге бәріміз қуанамыз. Бәртеңізге тағы да бір ассалаумағалейкум деймін. Бәртеңізге зор денсаулық. Осылай тек қана жақсылықта, тек қана осындай ассалаумағалейкум. Ал енді құрметті ағалар, ассалаумағалейкум. Қостанай жерінен, Қостанай елінен жалын сіздерге сәлем. Енді мына қазақта мынандай сөз бар ғой. Атадан алтау туады дейді, соның бірі абадан туады дейді. Сол абадан туады деген сөз мына Болат Садықұлын айтқым келіп отыр. Өйткені жаңа мына жерде ағайдар айтты ғой, 3 рет, 2 рет осында ас берді деп. Сондықтан ол өзінің туысына қарамай, өзінің ағайына қарамай, ел қамын ойлап, елдің жердің қамын ойлап, былтыр үлкен туды өзіне алып, осы жақта үлкен жұмыс жасап, міне бүгін бізге қонақ асы беріп отыр. Сондықтан мен өзім атынан, қостанайлықтардың туыстарының атынан өзім енді үлкен разылығымды білдіріп, көп рахмет айтамын бүкіл. Сондықтан әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақсақалдар өстіп төрде отыра берсін. Содан кейін мен тағы бір мына осы енді сөз беріп қойғаннан кейін мен енді өзім сөзімді жалғастырып айтқым келеді. Ана жолы біз Алматыда біз бір ағайлардың басқосу болған. Сол кезде бір үлкен әңгіме болып,
мына Қостанай жеріне, Қостанай еліне Қаракерей Қабанбай бабамыздың ескерткішін қоюға үміттеніп, мұрындық болып жүгіріп жүрміз. Бірақ 3-4 жыл болды ашылмай жатқанына. Соған осы жердегі ағайлар барлық айтып, осы елбасына ашық хат жазайық деп соны шешкенбіз. Соны мен міне бүгін кейбіреулеріңізге, бәрілеріңізге айтып, жазып, соны жазып алып келді міне. Соны енді өздеріңіз білесіздер, телефонменен көп ағайларға мен өзім шыққанмын, WhatsApp арқылы өздеріңіздің енді қолдауларыңызды көрсеткенсіздер. Сондықтан осыдан кейін бәле қазір ма қол қоюға сіздерді сұраймын. 100 адам қылып келтірдім. Мына жерде Берікбол ағам жазып берген, соны кішкене қостап, өңдеп, сүріктеп өзім жаздық. Сондықтан 101 адамның ең несін өзімді жаздым. Қайшынтаев Дауылхан Қостанай облысының Кетбұқа Төлегетай филиалының төрағасы деп, ұйымдастырушы деп. Сондықтан мен ойлаймын, сіздер қостайсыздар деп ойлаймын мен. Тағы бір, үшінші бір нем, енді өздеріңіз білесіздер, мына Қостанай жерінде, Қостанай елінде біздің үлкен бір ағайымыз болған. Ел ағасы, мемлекет қайраткер. Сол кісіге кітап шығарғанбыз міне. Ол кісі өмірден өтіп кетті. Осы жылдығын осы жуықта бердік. Бірақ ол кісі 20 жылдан бері осы жаққа келгелі мені жаңа мен жігіттерге көрсеттім. Мына неде музейде Кенжебек ағаның құттықтау сөздері бар. Бірнешеу. 21 жылғы, 22 жылғы, 23 жылғы, 24 жылғы сөздері бар. Сондықтан осыны мына кітапты мен өзімнің тағы үзеңдес жігіттермен жазып алып келдім. Соны ертең, егерде рұқсат берсеңіздер, ана музейге қойғанға. Осында астар көп болсын, Астана берсін, басқадар болсын. Бірақ береке бірлігінден айырмасын Құдай. Басқа аумен береміз. Amin. Amin. Ал енді дастарханымызға береке берсін, өмірімізге береке берсін, басымыз адал болсын, басымыз аман болсын. Осындай отырыстар тек қана қуанышта бола берсін. Amin. Оның үстіне жаңағы Найман өзі. Көп рахмет Налибайға. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Налибайға үлкен ағадар отырғанда мен айтқан дұрыс бола ма екен? Кешірім сұраймын. Мен өзім Шығыс Қазақстаннан боламын, Ұлан ауданынан, Сағыр ауылынан. Қазіргі кезде Алматыда тұрамын. Өзім регбимен айналысып, шетелде 20 жыл тұрып келдім, шетелде. Регби ойынымен. Негізі регби ойыны өзіміздің, мен зерттеген бойынша өзіміздің қанымызда бар. Әр қазақтың қанында бар. Атты тапсырсақ, ол регби жаяу көкпар болып кетеді. Сондықтан кішкене бізді уже 10 шақты жыл болып қалды Қазақстанға оралғанына. Соны ауылды жерлерге кішкене дамытып келе жатырмыз осы ойынды. Келешекте осы ойын кішкене мүмкін мектеп бағдарламасына кіреді деп үміттенеміз. Ауылды жерлерді аралап, 300-ден астам мектептерді аралады. Қазіргі кезде ағайындар осы регби ережесін қазақшаға аударатын бір жоспарымыз бар. Соны қазір кітапты дайындап отырмын мен. Сол келешекте мүмкін келесі жыл, мүмкін арғы жылы шығады деп ойлаймыз. Енді мына бүгін қазір солай, просто мен өзім кішкене вступлением айттым. Енді бүгін ағайындар осы жақсы іс-шараға жиналып отырмыз. Өзіміздің Төлегетай бабамыздың кесенесінде жиналып отырмыз. Бүгінгі қонағасы беріп жатқан Болат ағамызға көп рахмет айтамыз. Сізге көп рахмет. Біз Алматыдан келген делегация өзіміз компактты болып келдік, 5-6 адам. Жақсы сапарымыз жақсы өтті. Сізге көп рахмет. Ертең өтетін іс-шарамыз жақсы өтсін. Барларыңызге жақсылық тілеймін. Осы неміз ауызбіршілігіміз жалғаса берсін. Барларыңызге денсаулық тілеймін. Зор денсаулық, бақ береке, қажымас қайрат, шығармашылық шабыт,
және көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Еңіз заман жұмысыңыз болсын. Ассалаумағалейкум ағайын, бауырлар, қарындастар. Біз бүгін кезекті Төлегетай бабаның басында отырысты бастап отырмыз. Олай дейтінім, бірінші осындай отырыс ас беру 2008 жылы басталды. Содан бері мінекей бүгінгі 18 рет ас берілген. Сол 18 реттің енді ертеңгіні қосқанда мен 11-іне қатысып едім. Оның ішінде ең бір енді ойдағалары, ең бір есте сақтайтыны осы Болат бауырымыздың беріп жүрген астары. Бірінші асты 2011 жылы берді. Екінші асты 2014 жылы берді. Енді ертең Құдай бұйырса үшінші асты берейін. Енді қандай бауыр болсын, қандай адам болсын, қандай кеудесіне жаны бар адам болсын, мұндай ерлік деп айтуға болады. Кейбір облыстар әлі бірде бір ас берген. Ал бір Болат 3 рет ас беріп отыр. Ол енді бірден осы отырған бауырларға біздің ұлыға мақтаныш. Ал енді келешекте қалған облыстарда біз өзі шоғырланған, біздің ата шоғырланған 10 аймақ бар екен. Сол 10 аймақ енді ана график жасалды, кәдімгідей жақсылап жылда сол асын беріп отырады деп мен өзім сенімдемін. Енді онан кейінгі мәселені мен өз Талдықорған аймағынанмын. Сол жақта 52 жыл тұрдым. Қазір Алматыда тұрып жатыр. Талдықорған аймағы бірінші рет біз осы бір делегатымыз 6-7 адам 2010 жылы асқа келдік. Райымбек атамыз вокзалдан қарсы алып, машинасы, Жигули машинасы бар, барлығымызды салып алып, осында қолдардық. Осы екі ортаны, вокзалдан 10 ортаны 1 сағат 40 минут. Үш жерде машинамыз отырып қалды. Оны итеріп кәдімгідей жетті көш жерге саз-саз болды. Содан енді жиналыста ол кезде басқарып жүрген адамдар марқұм Қожабай Сапарбаев бар. Енді 12 жылы Талдықорған аймағы ас береді деп келісті. Соны енді ас бергенде бір халал нәрсе жасау керек. Біздің алға қойған мақсатымыз сол уақытта осы мына жолды, екі ортаны жол салып түзу. Енді бұл барлықтарыңыз келген жолдарыңыз 12 жыл салынған жоқ. Енді мұндан жасыраты жоқ. Карим Қасимовтың көп көмегі. Ол енді бізге жиеннің жиен шары болып келеді. Соны біз пайдаланып, осы екі ортаға асфальтталдырып алдық. Ол уақытта сол көмек 86 миллионға түсті. Оның екінші былтыр Талдықорған аймағы ас берді. Былтыр енді білесіздер, Әлпеш анаға ескерткіш қойылды. Ол да енді бір осы бабаның жатқан мавзолейін төңірегіне енді қосылған үлкен үлес деп өзім есептеймін. Сондықтан енді келешекте басымыз бірге берсін. Әлгі басымыз бірікпей ештеңе болмайды. Ой, ол анау екен, ол мынау екен деген ол қазақтың өзі бұрыннан келе жатқан салты ғой. Соны қою керек. Басымызды біріктіріп жұмыс жасау керек.
сонда барлығы болады. Осы отырысымыз бұдан ары қарай жалғасып, бұдан ары қарай бізден кейінгі ұрпақтар жастар отыр, солар ары қарай жалғастырып алды. Енді ертеңгі ас қабыл болсын дейді. Енді жан-жақтан Қазақстан жиналып жатыр. Енді келген жолдарыңыз болсын, аманшылық болсын, келешекте осындай отырыстар көбейе берсін. Рахмет аға. Мен енді осы отырғандардың ертең келетіндерді білмеймін енді. Жасы үлкен. Қазір 86-ға келіп отыр. Сондықтан енді менің жасымды берсін сен. Менің өмірімді берсін кейін кездегі. Менің осы басыма түскен бақыт берсін. Ал енді Болат бауырыма үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Енді бұл тағы да айтып кетейін, батырлық. Үй ішің аман болсын. Әлгі 13-ке толған кішкентай үлкен жігіт болсын. Соның есейіп, әлгі жоғарыда отырғанында куә болайын. Одан кейін енді арамызда біздің бауыр отыр міне. Енді ана ақ үйде отырған осы күні. Айналайын, жолың болсын, жұмысың жемісті болсын. Енді бұлай араласып таныспасақ та, сыртыңнан тілектес болып отырмыз. Тілектеспіз біз. Сондықтан енді барлық жақсылықты төңірегінде біз күтейік. Аман болайық. Аман болайық, бар болайық, айналайын, ертеңгі асқа барлығымыз әлгі 100%-дай қатысып, кәдімгідей үйлесімдігімізді көрсетейік. Тамақ жеп отырыңыздар. Осындай қолыма қамшы тұрған кезде өзім Түркістандық болған, Түркістандағы үлкеніміз Ақсыра мал сөз болды деп отыр. Енді бұрадың қанша деген. Мен тамада ғой. Одан кейін жаңағы Астанадан келген кім бар тағы? Астанадан. Сендерден басқа. Астанадан жігіттер бар ғой. Қайсысы? Болаттың достары келіп отыр Астанадан. Бір досың атын айтсай. Қайреке. Қайрат деген бауырым, сіз сұрап жатыр, Зәкір ағамызға. Нәрбай аға, Қайрат деген досы келіп отыр міне. Бұл қазір Қайрат. Зәкір ағамыз бен Мақсат ағамыз сөйлеп болды сол. Қанылда қайын бауырлар. Мынау енді осы жерде жаңғырды келіп тапқан қос бабамызға алла разы болсын. Солай дейтінім. Сонау 2002 көшеге келгенде қос бабам жолдан таптым. Төлеғатай бабамыздың жанында асауи бар еді. Енді салай жатыр еді күйеуіміз. Сосын қыштығыда осы жатқан осылай дұрыс. Бірақ ағайында жанында қоршаған шақалақ. Соны бертін келе өзгерді мұқа. Келе бастап. Жұмамәди ойбай барып кетсін көйтерді. Солар келді, сонымен зөңірді азаматтар алғызды. Ол уақытта мынау қалың қамыс, қалың қамыс. Сосын Төлеғатай бабаның несі қағылтырмен қапталған жаңағы. Қылыштығында солай, сондай. Сосын енді содан бері міне жаңағы алды разы болсын деп атымыз ғой екі бабамыз. Қаншама бауырларымыз қосып жатыр. Қаншама адамдар қауысып жатыр. Жаңағы хан айтпақшы осы бірімізді біріміз бауырымызға қысып қалқылдасын. Сондай бір жақсы жағдайда жүрміз ғой. Бұл бір ғанибет шаруа ғой, біліңіздер ме? Жаңағы ағамыз айтып жатыр, өлім биік деген сияқты. Рас қой ол. Осы бұра бірлікке қарай
Üstadımız dost koyun, bu Kazak basbırıktırını talay tayar verip koyun. İyi, kalan yerde... İyi, solay, soğuktan yerde... Startып айтқанда Болат бауырым, мынау дәмдісіңе біріште үлкен рахмет. Мынау ертеңгі бабаларымызға Құдай садақаңды бергелі отырсын. Алла сауапқа жазып қабыл етсін. Мына оқып қалатқан дұға, ниет тілегі, садақаң қабыл болсын айналайын. Жан түспей жамандық көрме, ағайын туыстың амандығын Алладан тіледім. Елдерге саман, тыныш саман болсын. Амин. Аллаху акбар. Ой, амин. Ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жер жатты. Жылына жер жатты біз ағайын көрмеміз, бауырымыз. Жылда осындай кездерде бір кездесіп, амандасып, бір-бірден амандық сұрап, мақайып болатын кезіміз. Soğanda uyut bulatlarında var, hızlı falan uyutsa tutar, öyle sonra belli olgan bulat bağımızlar böyle rahmet. Ödesinde turup, bayarlık devradır. Şimdi buradayız. En bir kaçırır, askeriyede biz kaçırır. Olsa da çok tutmayız. Bırak niyetli var. Niyetli var. Allah kabul etsin. Niyetli de ödüme etsin. Ben oldum olsam diye de böyle koşarak yapmışlar. Bir yasamak oldum ol. Sonra bir daha var aslında. Bir iki 13 yıllık çok bağlanmışlar. Amin. Bir aytkan sözümüz var özüm. Akın Tölegatay koydu degende, ay soru kötürüp jürer ama jüramalmayız dep, koyamay kaldım degende esinde barık çıkar. Aslında boşant degende söyleyip küstürgem, sayarda boşanta arvağının arkasında deyik, kollardan olduğu varsa Tölegatay koysan kalabilirsin. Sözde aytkanılar. Сәкен Қалиш пен Еспек айтылуға айтып Iya. Yani onu kötüreleme, kötüremayma dep, en son kötürekle yüklemek zaman. Amin, amin. Nasip etsin Allah. Allah'dan dilep, babalar koldan yürüdüğün azamat koysun. Bugün yaksa salakta ölsün. Ya aman kazanım aytmadım ki, ağıyda canlı seni oturdun mu diyor. Bu arada son ağıyda oturaklı da yürürsün. Amin. Yolun versin, anasının. Yolun versin. Gerçekte korkunmen ezber. Жақсы жеп қой, жақсы. Біреу айтады ғой, мыңның бірі, жүздің бірі қытыр дейді, қытырда уәлиде бар шығар, кім біледі, осы тілектердің қабылдаса, Алла қабылдар десе қабылдылар, үлкен киелі жерде отырмай отырған тілектеріміз бар. Ал енді мынау жаңа сағадан айтылатын, бірлікті айтылатын, қай жерде болмасын бірлік болса, әрине өмір болғаннан кейін бір-біріне деген рейіс, бір-біріне деген айтатын сөздер артық сөзде кетіп жатады. Бірақ бауырдың, бір бауырдың жақсылығы, бауырлығы сол, айтқан нәрсе айтқан жерде қалып, сол бауырлығын артында қалып. Сол бірлікті, осы бірлігін бағымыз бажырамасын. Amin. Келесі ертегі болатын аста бір адамдай жақсылап өткерейіз. Бұл аста айдаламыздағы басқа құрылы елден азаматтары да қатысады. Қожағайындар қатысады. Сол уақытта Найман ағайынның бірлігін көрсететін әңгімесінің тәртібінің дұрыс екенін, әңгімесінің дұрыс екенін көрсететіндей сондай әдемі өткізуді шақырып қазақта жақсы көрмей, жақын адам жаманын көрмей, жақсысын асырып жүреді дейді. Сондай жақсымызды асырып, елге дәріптейтіндей, кішкене болсаңдар осындай адамдар дәрежеде шақырып барып, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Келесі белгілі келетін азаматтар да тура осындай өзің сияқты болатын азаматтар келсін, ертең келетін шығар олар. Aldı geldi, aldı geldi. Асекенге отыр. Асқарбек айтып отыр, біреу біледі, біреу білмейді осы бәрі дейді.
Осы кешегенің алғашқы басталып, құрылысын жүргізген, соның бастауында басында болған азаматтардың бастаушылардың бірі Мұхтар Бектұров. Алғашқы болып келген уақытта, алғашқы болып ұйымдастырылғанда, қонысбек біріншіде қонысбек болған жоқ. Сабыров Делелхан сосын барып келді. Оған кейін burada бірінші бастаған, осы жаңа орғандығына кім бар еді ғой? Прораб жігіт. Өнеміз бар еді ғой, прораб. Бар ғой әзірде. Сол басталды. Сабырхан. Сол басталды. Кейін анау сол енді қоңа дұғай сәлем енді. Сосын біздің бір айтатын енді оны білген дұрыс. Көп адамдар біле бермейді. Осы алғашқы үлкен спонсорлары ол біздің Оспанов Бауыржан деген үлкен депутатымыз бар. Екіншісі Жанат Күзбаев. Әрқайсысы 25 миллионнан 50 миллион аққан. Алғашқы басталды. Енді сол кісілерді де ұмытпай осыған үйде тұр ғой жазылған. Иә, оны шақырып оларды араластыру керек. Қалып қоя береді. Айтпаймыз ба, білмейді. Көп адам білмейді ғой, соны дәріптеу керек. Басқалар да қосты ғой. WhatsApp-дан жіберіп содан ұмытылмау керек, айту керек. Өздері біледі ғой, келу-келмей олардың өздерінің несі. Сол сияқты енді еліміз сау, аман-есен болатын болса, осындай іс-шараға қалмай келуге тырысайық. Қай жерде жүрмейік. Құдай денсаулық беріп, жол беретін. Ассалаумағалейкум, қарамайман. Мынау осы шақырылған қонақтарымыз бар. Мынау біз Болат Садықұлының жақын достары Астанада жүрген. Жаңа бір Дайырбай аға, мынау қаржы саласында 7 жылдан бері қызмет істеп жатырмын. Өзіңіз істеген сала, қаржы саласы деген білесіз ғой, министрлікте қызмет істеп жатырмын. Бірақ бүгін басымды кішірейтіп, Болаттың жанына келіп отырған себебіміз бір атамыз. Үлкен дәулетті атамыздың басына келіп тағзым етіп жатырмыз. Жанында жай келген жоқпын, осы жерде Қызылорданың үлкен зиялы азаматтар келіп отыр. Үлкен азаматтардың атын айтпай ақ қойын, бірақ енді осылар мені сыйлап, біз біріміз сыйлап келіп жатырмыз. Сондықтан беріліп жатқан ас бәрімізге үлкен керемет бір ар жағында шежесі бар үлкен нәрсе. Оны айтсақ, ар жағында үлкен бір сөз жатыр, ар жағында тарих жатыр. Сондықтан бәрімізге сыйлы бір үлкен атамыздың басына келіп отырмыз. Атамыздың басына. Артымыздан жай келмей, Болаттың жанында үлкен азамат Әрлібек Есекеев деген азамат, оркестрдің бастығы. Сол азаматты бірге алып келіп жатырмыз. Сондықтан ол сөз көп болмасын. Біз осы жерге жырлап, даттап келген жоқ. Біз ағаларымызды баптап келдік. Артымызда үлкен азаматтар бар. Сыйлы болайық, әрқашанда жақсы болайық. Мұна Әлбек бауырымыз жалғастырып бір тілегін айтсын. Сол Астанадан келген азаматтардың артынан бір тілек Ал енді ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі әлеумет. Бұл міне Болат ағамыз сар тараптан 8 саңбалын аймандарын, игі жақсыларын басын біріктіріп, күллі айманның иесі болған, асыл кеудесіне киесі қонған Төлегөтей бабамыз басына басып беріп отыр екен. Осы қабыл болсын, келген қадамдарыңыз Алла тағала сауаптан жазсын. Енді мен де жаңа 4 Төлегөтейшіде қара кереймін, мақалшыдамыз. Біз Астанадан арнайы аттерлетіп атарып тоқтылып келіп отырмыз. Болат ағамыз құрметіне, барша ағаларымыз құрметіне біздің елден жігіттерін орындап берейік, қабылаңыздар. Ағаларымыз құрметіне, шапқамызды барағайды осы ағаларымыз құрметіне біздің елден қабылаңыздар. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі солар жайлай ағайын жұрт,
Bilесің сен осы олар жайлы айтылмайтын биік мінбедей өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі біздің елдің жігіттердің төресі ол біздің елдің жігіттер ай олым мұхит кемесі осы елден бақ пен қазар қашпас екен деп тілдеп осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі олар жайлы білгің келесе ортасына түсіп көр солар жүрген соқпақ жолмен тәтің барса жүріп көр ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған қайран біздің қасиеттай қаранардай жігіттер біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттанып кеше өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі осы жердің төрағасы Айрабай ағамыз болды. Мен бар облыстарға сөз беріп қойын. Осы кейін ертең келесі жылға ас беруші Асқарбек келіп отыр мына жерде. Семейде тыңдасаңдаршы. Семейде Бақытбай деген ағамыз қазір Семейдің Абай облысы дейміз ғой. Сояқтағы халық аймағының төрағасы қазір. Сол сенімді өкілі тағы бір кісі жіберіп деді ғой екеуі. Келе жатыр. Ата біреуін көтере алмайсың. Сондықтан мына Айрабай ағамыз бен Асқарбекке сөз берейін деп жатыр. Ал қадірлі ағайындар, мынау жауырған жеріне бабалардың өзі мәңгілік мекен тапқан жеріне келген адамдарыңызға нұр жаусын, ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Енді жаңа үлкен ағаларымыз айтты ғой, мен оның бәрін қайталағым жоқ. Жігіттер шаман тишталайық. Ақырын. Мынау енді бәрі айтылды. Ежелден енді біздің бабалар елдің ең бірінші ынтымағын, бірлігін ойлаған. Сондықтан мінекей соны енді біздің аталарымыз да өмір бақи соны болашақ ұрпағына аманаттап кеткен. Соның ізімен осы енді атаның басына осы қалың ел уыздай үйіп шындығында өздеріңіз көп жүрсіздер ғой. Керемет мынандай нысананы тұрғызып сол енді елдің игілігіне қазір қажетіне жарап жатқан жағдай бар. Бұл кісілердің енді иманы жолдас болсын. Әуелі Құдай деп айтайық, бұл кісілер тегін емес қой енді, өздеріңіз білесіздер. Не бір тұлғалар бар, соның енді бірегей деп айтсақ та болады. Төлеуғатай бабамен Қорғасқа жөнінде енді үлкен тарих бар. Яке, ол ертең сөйлеуді айтасыз ба? Мен сөйлеп оны айтайын деп тұрғанымда, негізі бұл құл тіршілік не істетпеген ағайын.
Иә, қазір өздеріңіз осы бір жерге баруға уақыт таппайсыздар. Бірақ мынау келіп, осыған мына зиярат қылып, осыған ниетпен келіп жатсыздар. Ол деген әуелі Құдай сол кісілердің несі шығар енді. Енді мына жаңа айтылып отыр ғой, мен сөзді қалған деген етпейін. Мынау енді көп ағайындар нетті ғой, жаңа сөздің арасында айтып қалды, екі азамат 25 миллионнан деп. Олай елсіз көрсеңіздер, ол кездегі 25 миллион, қазіргі мен 250 миллион. Біз енді қаржы саласында жаңа бауырым айтып кетті ғой, қаржы саласында істеген шамалы. Олай енді хабарымыз бар ғой, сондықтан ол енді көп дүние. Сондай талай азаматтар осыған осы маңдай термен тапқан осы несін салды осында. Міне сол қазір игілікке мінекей. Жаңа Аманғазы аға айтып жатыр, мына Мақсұттар айтып жатыр, ағайындар айтып жатыр. Бәрі де, мына Мақсұт ағаларың, мен енді куәмін, ол кезде біз енді жастауымыз. Гранитті, мына тұрған гранитті арқасымен тасыған вагоннан. Өзі қызметте, мемлекеттік қызметте. Ол енді сондай көп азаматтардың осы маңдай термен осындай болып тұр қазір. Осы әуелі Құдай деп айтайық, осы елдің азаматтарының арқасында осындай деңгейде тұр қазір. Енді қарапайым бір мысал, бір күн үйлеріңе қарамасаңдар, ол енді қандай болатынын мен оны айтып керек жоқ. Бұның бәрі сайып келгенде осы елдің бірлігі, осы елдің ынтымағының арқасында, осы азаматтардың арқасында. Былтыр мына Сабыр бауырымыз асып еді. Осы қанша тірек жасалды. Биыл енді мынау жаңа Болат бауырымызды айтып жатыр ғой. Енді бір әділдік үшін айтқан дұрыс шығар. Өзі кейде пейіліне дейді ғой. Соғанда берген шығар. Алладан тілегені қабыл болып, отбасына армандаған сол ұл келіп, үшелі жасы 13-ке келіп жатыр. Соған былтыр ас берем деп, мінекей, Болатжан, айналайын, мынау қабыл болсын. Асылған енді өзіңнің енді бауырымыз, асылған інім, осы енді екеуінің істеген тірлігінде не жоқ. Өзі қазір өлшем жоқ дейді ғой былайша. Қанша тірлік жасалды осы жерде. Мен бір айта кетейін, енді әуеке мен Аманғазыға айтқаным енді асық болмас. Менің өмірімді постқа жазған емес, бір рет жазған екенмін. Соны анау, мынау деп ағайындар деген енді ыңғайсыз жағдайға қалып қойдым өзіміз. Сондықтан Болат айналайын, бір енді ел енді көпшілік болғасын болады ғой енді. Сенің мына нағыз ер азаматтың тірлігі. Алла сол ниетің қабыл болсын айналайын. Ең бірінші басың аман, бауырың бүтін болып, елдің осындай ардақтысы болып, өзінің Құдай берген несімен ғой. Соның ұзағынан сүйіндік, баянды қылып, ең бастысы ана баламыз елдің азаматы болсын. Елдің азаматы болсын. Елдің ыстық ықыласына бөленсін. Енді сосын ғой өзі кім нетпей жатыр. Бірақ енді өздеріңдей осындай шын ниеттеріңмен, шын пейілдеріңмен осы соның өзі бір көркем ғой енді. Қанша тірлік жасалып отыр айналайындар. Мынау енді ағайын, біріншіден жаңа үлкендерден не қалмайды ғой, бәрін айтып жатыр ғой. Ең бірінші Құдай сол ынтымағымызды берсін, ауызбіршілігімізді берсін, ұру-дұрудан аулақ болайық, аман болайық. Ең болсы осы ел жүзде, осы мәңгілік болып, сол байрағымыз жарқырап, соның арасында жүре берейік. Ол бір ұруға бөлінген емес, неткен емес, бірақ үлкендердің осы салып кеткен ізімен жүрсек, дұрыс жолмен жүрсек, меніңше ол бір ғанибет нәрсе ғой деймін. Ол жасыратын не бар? Сыбырлағанды Құдай естімей ма дейді. Найман атамызда кезінде осы енді әлемді мойындатқан ғой, осындай бірліктің арқасында, осындай ауызбірліктің арқасында. Бізде сөйтіп жүруге құқымыз бар шығар, бізде осы қазақ елдің бір атасымыз ғой. Ол бөлінген емес, басқа емес. Сондықтан ағайындар, амандық болса соған ертең жақсы өтуіне бәріміз атсалысайық. Бәріміз осындай бір жағадан бас, бірдеңнен қол шығарып, қашанда бірлігімізді, осы ынтымағымыз сақтап жүрейік. Отбасымыз аман болсын, мына үлкендеріміз аман болсын. Осы ағаларымыз алдымызда жүрсе, ол да бір Алланың берген сыйы болады. Бәріміз аман болайық. Айналайын Болатжан, мына қабыл болсын бәрі. Асылған айналайын. Рахмет. Алдыраз болсын.
ең бастысы сол баламыз өсіп өнсін, соның қызығын көрейік, аман болайық. 25-ке толғанда өзің өткізесің дедім мен Айбар. 25-ке толғанда осында қонақ болып келеді. Мына Абай облысынан келіп отқан. Ассалаумағалейкум. Туысқандар, мен енді мынау ағаларымыз айтып кетті ғой, ақсақалдар қалай тарихын айтып кетті, Мақұстағы жақсы айтып кетті. Анау мен туған ағам, жаңағы Сауыров Дәлелхан деген бәрі класстастар бір мектепте, бір класста оқыған. Қоныс жаңағы сол жағында шеберлеу болғаннан кейін сол қонысты алып келіп ары қарай жүргізген ғой. Сол қалай жүргізгеннің барлығын айтады сонда. Сол кезде әлгі гранит тастан ол Өзбекстаннан тапсыз дейді. Өзбекстанда да біраз наймандар бар екен дейді. Біреуі үлкен ұлының бастығы екен дейді. Біреуі президенттің қасында жүрген біреу екен дейді, сондай. Сонда бір күн біреу звондайды, айтады ғой, маған да айтады, ана шығыстың жігіттерінен жина деп. Дайрабай аға ол кезде сіз сол жақтасыз. Мен Жармада соттың төрағасы болған. Шоқайыптың үйінде талай болған. Ол кезде сізді найман екеніңізді білмейміз ғой өзі. Үлкен атаның атын біз жақта айтпайды ғой. Семейде шығыста үлкен атаны айтпайды. Мұхтар Әуезовтің Абай жолында да ана Тобықтың бір жігітін келіп, ана Матайдың бір ұлы келіп сабақ кетті дейді. Сыбанның бір ұлы келіп сабақ кетті дейді, бірақ найман атаны айтпайды. Жазбайды. Сондай үлкен болған. Сонан бір бала звондайды дейді Алматыдан. Мен осындай ініңіз боламын. Сол Тарбағатай жақтыкімін. Сіздер апта сайын бір қой сояды екенсіздер, ол ыңғайсыз ғой мынау. Мен бір сиыр сояйын ана, үлкен морозильник әкеп қояйын деп. Сөйтіп айтып жататын. Сол енді сондай береке бірліктің арқасында ғой жаңағы мына Мақұстарға жақсы айтып кетті. Көп ана жасаған да адамдар әлгі меценаттар мақтар. Солардың біреуі мына Бөкең, жаңа ғана Айжан келініміз екеуіне бізде айтып жүретінбіз сол, Алла қосып бір дүниеге бір енді сенің неңді қуаты бір жігіт келсін деп. Сол жаңа Мұхтар ағамыз Америкаға бар, ол кезде БТИ-дің бастығы, жоқ, Қазақтың бұрынғы кейін келді ол. Жақияновтың кезінде Семейде анау ненің Деді университетінің бастығы. Соны Америкадан бір сағат алып кетті, алтын сағат көрінесің. Сонда менің шулым бар, екінші шулым осында өзімен бірге алып кетті. Қалаға шығып кетті. Ол да сіздің Шоқайыптар жібергенде. Мен қадыр бәрі налогқа алып, салық жүйесін істеп Қазақстанда. Содан жұғысты болсын аға сол сағатыңды берсейді мынау қолындағы. Ой мен деп Бөкең қолына тақты мен енді осы бір екеуінде Алла қосса бір дүниеге бір не келсін, іздібасар келсін деп. Сол бар, сосын өзі дырымшыл бұл енді біз бір ауылда атаның баласымыз ғой. Сол дүниеге жаңағы ұлымыз келіп жатыр. Енді үлкен бұл Болатты іздейтіндер де көп, көмек сұрайтындар да көп. Семейде болғанда да Болатты іздеп жүреді барлығы. Бұл енді өзі кең мынау біраз нетіп ысылғанды айтпесе бұл өзі Жапонның сумаистері сияқты болып жүреді. Қалтасына салып таратып жүреді. Сондай болады енді жүреттім жаңағы сіздер бәрін айтып жатыр екенсіздер. Ол өте дұрыс. Ол неметің ары қарай өлі байымайды, өлі риза болмайды, тірі байымайды дейді, шығыс шықпай кіріс кірмейді дейді. Қазақтың өзі бір сөйлемімен анау докторский қорғауға болады енді. Қазақтың тіл байлығы деген керемет қой тіліміз. Сондықтан ас ертең қабыл болсын. Ана Бақытбек деген ағамыз үлкен сәлем айтты. Ол да енді бұлай өзі жеңілтек жылдам жүргенмен ол да 80-дің ар жақ бер жағына келіп қалды. 80-ге тақып қалды. Сол бір жақын туысқанда басқа доғыс бар деп тұр. Соған бармасам болмайды енді, сен барып кел дегеннен кейін мен айттым, жарайды ондай нені алуға өтен емеспіз аманатты. Ағаларымыз осында үлкен болған қызметте жүрдікті келе алмадық. Содан келіп осы тәмтар тартым, бір күн аруақ риза болсын деп жаңа рейлеп келіп жатырмыз. Сол ас қабыл болсын ертең, Алла қосса. Жігіттер жаңа үлкен дұғай сәлем айтты, білесіздер Семейден енді Семей шығыспен бөлінгенмен анау Қайрат Мусин үлкен сәлем айтты. Ол да менің бірге оқығанбыз, бірге неміз Сакошев
Мен де бара алмай жатырмын, енді ағаларыма түгел жігіттердің барлығына атлайсап айтты. Сәлем айтып сол. Енді Абай облысының мына Қызылордада ертең күндері басталады. Бүгін басталды ма? Бүгін басталды, концерт болады, несі болады. Өткен жол Қызылордаға өтіп кетті. Бүгін сонымен анау көп түсмейле бастаған топ келеміз деп отырған бірге. Олардың да сол жақта, может, ертең таңертең келіп те қалуы мүмкін. Шалқар келіп топ көтемдеді. Шалқар білесіз. Сондықтан ас қабыл болсын. Рахмет. Şimdi pop kançastır. Енді мына жерде Sabır деген önümüzde otur. Odan keyin İşan, o Özbekistan'dan İşan bavurumuz gelip otur. Kur'an okutmayınız. Sosun Sabır söyleydi, sosun İşan bavurumuz Kur'an okuydu. Сонымен енді көбейін. Анау ертең берілетін ас қабыл болсын. Болат бауырым, естуімше, ана атаң берген бала 13-ке келіп, Үшерге келіп, соның құрметінен рахмет білдірейін, ризашылығын білдірейін деп жатыр болсын. 3-ші рет деп жатыр. 4-ші ас тұлың берсін. Амин. Келін мұн жерде шай құйып жүрсін. Амин. Ас қабыл болсын. Енді екінші айтарым мынау. Мен кейін 19 жылдан бастап қатысып жатырмын. Ағалар осы басынан бастап келе жатқандар ғой өсім. Мақаң бар бәрі. Сол кездегі бастаған ақсақалдардың көбісі бақилық болып кетті. Бірін саран қалдау деймін. Енді ана жерде суреттер тұр. Ертең амандық болса Жақсыбайға бауырымыздың да сурет ашып алып. 3 жылы келіп отырмын, жаңа келді міне. 3 жылы келді. Шыңғыс бастаған, Шыңғыс көтеріп көрін. Әкемнің бауыры тоже. Ең бірінші төраға. Рахмет. Енді ол үшін бірінші күнге жоққа шығармай тұрса, сол ағамыздың да суреті ана жерде тұрса қалай дейсіз? Енді біз оға асқа қарсы болмайсыздар ма? Оны жасаттырып, ана жерге қойсақ сол үшін. Мен бірінші төраға ғой, шаңғандардың. Болады. Бола ма? Айтайын дегенім осы басқа ешқандай түсінісім жоқ. Егер мақұл етсеңіздер ендігі қасымызда отыр Асқарбек. Абай облысына тапсырасыз болды. Мен жаңа бір сөйлемейін ақ деп едім, бірақ жаңа ғана Көпей ағам бауырымызды көргесін сол кісіге арнап бір айтайын деп кетіп қалды. Енді мен айтайын деген ол кісіге рахмет, енді естір. Ана Сунағата деген ауыл наймандар тұратын арада. Жаңғырған Сунағата екпінді деген жерінде аты Сунағата болғанмен 70% наймандар тұрады. Қай жылы ыза басты, қатты ыза басты. Сол кезде бұл төтенше жағдайлар ма министр тұрған. Соңында наймандардың артынан өтініш айтқан. Сіз енді министрсіз ғой, бірақ енді ол кісінің енді еңбегі білмеймін қандай заң Шымкент жақтан әкеліп техниканы үйіп тастады. Бір аптаның ішінде үлкен сброс қазып біздің ауылды аман алып қалды. Соған рахмет айтайын деп мен. Екінші, өткенде кім келді жаңағы Болат келіп ақылдасып жаңа айтып жатыр ғой бәрі. Ас деп жатыр, бірақ үлкен нәрсе істеді Болат. Болаттың істеген нәрсесі ана Қылыштатаның төбесін жапты. Төбесін қайтадан істеді. Осы айтылмай жатыр. Сосын анарда міне қазір Қылыштың балдары отыр ана. Батырбек баласы ғой. Тұратыр, астада айтылар. Бірақ осы жерде, кішкентай жерде айтайын деп. Олар ырза болып бізге айтып жатыр үлкендері. Рахмет сендерге деп. Мен де солардың атынан мына Болатқа, енді ол жерде көбісі айтамыз, Болатқа рахмет айттым деп отыр. Мен айтатыным сол, сосын енді айтып жатыр Болат. Жаңа айтып жатсың ғой, бала болдым, балам жоқ деп анада айтасың. Аты Төлеутай дедің ба? Айбарысқа кішкентай мен бата беріп жүрейін. Аламаттай ержетсін, ақсақал болып төрлетсін. Амин. Азамат болсын ардақты, мінезі болсын салмақты, өнері болсын жан жақты. Айтқанының бәрі кеп сыйласын Алла зор бақты. Құрметті ағайындар, құрметті бауырлар, бір-біріміздің жүзімізге қарап, бір-бірімізді сағынып таптық. Көңіліміз жарасып отыр. Жаңағы Мұхаммед Көпей ағамыз жақсы айтты. Таза жүректен шыққан пейілін айтты, ойын айтты. Ол кісіге ризамыз. Действительно, Астанадағы ақ үйде отырған жаңағы үлкен ағамыз тұлға, сенатор,
жұмыс бабымен көп келе алмайды, бірақ сырттай әрқашанда тілеуші болып, ұсыныстарын беріп, звондап отырып, мысалы үлкен басыменен. Сондай. Аман есен үйіне жетіп алсын. Әлі міне денеті 70-тен асса да мемлекеттің жұмысында үлкен жұмыстар атқарып отқан ағаларымыз. Білмейтін мына жастарға айтып отырмын. Иә. Мұнда енді Аманғазы ағаны ерекше тағыр айтып өткенге отыр. Кеңес уақытында Талдықорғанның облысының жағында бізде қаланың бірінші хатшысы болған кісі. Иә. Жалпы бізде енді кеңес уақытында 19 аймақ болды ғой. Соның ішінде біздер енді қазір ғой жетісу деп отырмыз. Ол кезде Талдықорғанда 50-60% орыстар болды. Сол Талдықорған қаласын қазақи қылдырып, қазақтардың бәрін біріктіріп, осы қаншама жыл бізге кемеңгер болып, үлкен басымен осы бауырлардың бәрін ұйытқы болған ағамызға ризамыз. Осы Аманғазы аға, осы жігіттер біліп жүріңіздер. Иә. Аға, аман сау болыңыз. Иә. Ағамыз биыл кішкене нетіп болды, өткен жылы апайымыз қайтыс болған. Иә. Ағамына 86-87-ге бет алды. Осы Аманғазы ағасы болмаса, Талдықорғанның азаматтары ошақта жолда біреу біледі, біреу білмейді мысалға. Иә, үлкен жұмыстар істелді. Биылда міне қаншама ауырып нетті, бірақ ниеттеніп, мына аға өзі үлкен басымен ошаққа келіп отыр, бәріміз қуанып отырмыз жағы. Иә, аға аман есен болыңыз. Иә. Мына бабалардың жолымен келе жатырмыз ғой. Құдайға шүкір. Міне әр аймақтың ағайындар бас қосып жатырмыз. Әр аймақтың өзінің ақсақалы бар мысалға. Иә. Міне төрде отырған біздің мына ағаларымыз, үлкен буындар, ақсақалдар өте жақсы тілек айтты, жақсы пікірлер айтты мысалға. Иә. Біздер осы кісілердің іздерімен келе жатырмыз. Иә. Сондықтан ағаларымыз әрқашанда аман есен болсын. Ағаларымыздың жақсы істерін жалғастыратын осы бауырларымыз аман есен болсын. Иә. Арамызда жаңағы қаншама азаматтар о дүниелік болды. Мықты азаматтар жаңағы 2010 жылдан бастап қаншама еңбек үлесін қосты мысалға. Иә. Солардың бір кішігірім жаңағы баннерға жасағамыз. Ертең енді біреу оқиды, біреу біледі. Кемшіліктері осы артынан кеп айтыңыздар, қайтадан өзгертеміз, оның бір алтын тарихын жазып жасап отырмыз. Жылдағы қандай істер берілді, қандай астар берілді мысалға. Соны таңертең плакаттарда қоямыз, баннерді. Сондай жағдай. Мұнда ерекше Өзбекстаннан қонаққа келіп отқан мына бауырымыз келіп отыр. Жаңағы Өзбекстанның мүфтиятының қызметкері, Өзбекстанның жаңағы президенті қасында жүрген кеңесші бауырымыз, мүфтияттың адамы, қари, үлкен тек ұрпақтың жалғасы. Ағамыздың толық аты Нұрлан. Зұлқайдар Ишан. Жақсы, қазір енді сөз берген. Омар Төре бабаның немересі. Прямо Қылыштықожаның ұрпағы. Қылыштықожаның түп нағашымыз. Біздің түп нағашы екен. Рахмет сізге. Сіздің ошаққа келесіған естіп жақтағы нағашылардың бәрі қуанып отыр. Алла бұйырса ертең бауырларыңызды көресіз. Біздер сіздерге әрқашанда жиенбіз. Құдайға шүкір. Сіздер біздер нағашыларсыздар. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жылдан жылға жақсы нәтижеге жете берейік. Осы бәрі береке бірліктің арқасында өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Бірінші Алла, екінші сол аталарымыз қаншама ұрпақты осы бәрімізді қосып отыр. Қазақ елін аралайсың, әрбір ауылға, аймаққа барсаң, сол бауырлар кездесіп, көңілің толып, риза боламыз. Ортамыз көбейе берсін, жақсы азамат, балалар өсе берсін. Жақсы істе болайық. Жылдан жылға жақсы жағдайға жете берейік. Рахмет баршаларыңызға. Тілегіміз осы. Мына қазір құран оқылады да, Айдар, Дауысхан, сен қал мына жерде. Сосын мына жерде кісілер қалап, үлкен кісілер. Сабыр сенде қал, Болат сенде қал, қалғандарымыз. Алладағы ниет қабыл болсын. Амин.
Aybars ulkan jigit bo'lsin. Dunyo va oxiratda rahmat keltiradigan farzand bo'lsin. Farzand ko'p. Farzandli erkalatib jeramiz, qaltaytirib jeramizda sondaylar bo'ladi, o go'rga tartadi. Sonday bo'lmasin. Adabli bo'lsin, tarbiyali bo'lsin. Dunyo oxiratda sizga rahmat etsin. Amin. Chunki bolaning jasliqdag'isi hech narsa bo'lmaydi. Ertaga kuchdan qolganingizdan keyin o'g'an kuchiga jetmaganda onda qiyin bo'ladi. So'ng uchun tarbiya, adab, tarbiya, adab, tarbiya, adab. Ta'lim. Shuni singdirib kerak. Endi Xudoga shukr, barimizning farzandlarimiz bor. Barimizning farzandlarimizga dunyo oxiratda rahmat keltirsin bo'lsin. Mana men hozir quvonib o'tirdim dedi, o'tirgan odamlarni ko'rib, boshqalarni ko'rib. Chunki menimcha 300 ning ichida eng ko'p naymon bo'lsa kerak. Ya rasul. Eng ko'p naymon bo'lsa kerak, so'ng biriktirib, naqilib, akelib, yin qilib, eng og'ir narsa biriktirib. Eng og'ir narsa biriktirib. So'ng uchun sizlarga rahmat. Alloh qabul qilsin. Mana endi buna atalar söyleytin bo'lsa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytadilar, hadisda "Uzkuru mahasina mawtakum." O'tganlaringizning yaxshi narsalarini, xistatlarini eslang dedi. Bunday bo'lib ishib yurib edi, nima hop bu Qilichtata men To'legata qaytib Qilichtata bo'ldi. Qaytib To'legata bo'ldi. Sabab ne? O'z-o'zidan bo'lib qolgan yo'q bu. Ne Qilichtataning ag'alari yo'q edi. Akasi ne emas edi. To'legataning akasi kim edi? Nega ular og'izga olinmay o'tirdi? Qilichtataning To'legata. Sabab. Sababi ilm. İbadat. Taqvo. Bu ikkovi ham valilik darajasindagi insonlar bu. Vali degani avliyo, Xudoga yaqin bo'lgan zotlar bu. Xudoga yaqin bo'lgan zotlar bo'lgani uchun mana necha asr bo'ldi? 8-9 asr bo'ldimi? 8-9 asrdan beri estelib kelyapti. Kerak bo'lsa tegiz bo'lib ketayin deb turgan mazari tikildi. Biz ham so'larning urpaqlarimizmi? Biz прямой потомок deydi ғой o'zi. Said ibn Xalni Qilichtataning nesimiz. Urug'i. So atalarga loyiq bo'lishimiz kerak. Loyiqlik nima? Qur shapaq chalov, qur maqtanu emas. Mana manglaydi kiygizuvmen. Sajdaga. Ana sonda biz so zotlarga, so insonlarga loyiq farzand bo'lamiz. So farzandlarga loyiq urug' bo'lamiz. Alloh barimizni sog'lik kunga yetkazsin, so narsani qilsin. Chunki bu estiganimiz yaxshi, boshqamiz yaxshi, ba'zi bir insonlar bu hurmat bu. Hurmatdan arjog'ini o'tishimiz kerak emas. Ba'zi bir insonlar ketib shirkka o'tib ketadi. Xudo saqlasin. Hamma narsa chegarasida bo'ladi. Hurmat ham, ta'zim ham, ibodat ham, bervatan asimiz. Alloh taolo qabul qilsin. Amin. Bar davom qilsin o'zbekcha aytganda. Davom bo'lsin har yili. Jalg'asib. Xudo xolasa, endigi yil ham birga uchrashuvdi. Alloh nasib qilsin. Amin. Salaman qazaga bata berіңіз dastarxonga. Ал енді барлық жақсылықтардың куәгері болайық, аман есен болайық, жастарымыз жетіп, біздердің ізімізбен жүріп, алдыға жылжытсын, жақындықты, туыстықты, барлығын. Ал енді осы отырысымызда отырыс тек қана жақсылықты болатын болсын, қуанышта болатын болсын. Отырысымыз жалғаса берсін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء ومنهم الأموات اللهم elimiz tamamının, tılavatmış kalamız sağolun, avla, satamızdan ta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a döken bütün salafları, halafların uşaklarına. Tölegatamızdan, oğlundan tarqagan 12 atalardın, onların urpaqlarından, bütün o sırda oturan barcamızdan ümid etken barcha mo'minlar uşaklarına bo'lsin. Xususan mana Xavosoyga kelib, osunda nega sababchi bo'lgan Po'lat akamizning ota tomonidan, ona tomonidan o'tgan bütün mo'minlarga o'zing rahmat qil. Va jengamizga ham ota tomonidan, ona tomonidan o'tganlarga o'zing rahmat qil. O'zing rahmatingni ol, ahli salbanlarni qatoriga qil. Allohim bu og'izbirchilikni bardavom qil. Uzilib qolmasin. Bardavom, uzluksiz davom etuvdik nasib ro'zi qil. Allohim vatanimizni, O'zbekiston va Qozog'iston va bütün musulmonlarni o'zing panohingdasan. Vatanimizni, xalqimizni, yurtimizni, dindosh birodarlarimizni samoviy, aroziy, balo, ofat, kulfatlardan o'zing asra. O'zingni o'ziga muhtoj qilma. O'zingni boshqa hammadan behojat qil. Ikki dunyoni saodatli qil. Robbi yassir ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اقسنا عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين الله قبول